Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе 1-ші сынып. 73-ші, 74-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ö дыбысымен әріпі. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Оқулықта 76-ші және 77-ші беттердегі тапсырмаларды ашып қойсаңыздар болады. Осы жердегі барлығымен бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен сабағымызды әдеттегідей жұмбақты шешуден бастайық. Мені мұқият тыңда. Тоқыған ауы шыбынның жауы. Ол қандай жәндік болуы мүмкін? Әрине балалар. Ау тоқитын, өрмек тоқитын, ол әрине өрмекші. Өрікте сөздің басында, бөрікте бұның қасында. Бұл қай әріп көріңдер, енді айтып беріңдер. Балалар, бұл қандай әріп? Өрікте сөздің басында тұрады, бөрікте бұның қасында тұрады. Әрине балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл Ö әріпі. Ö әріпі дауысты дыбыс, балалар, себебі ол әліппеде қызыл түспен таңбаланады. Олай болса, ережені есімізге түсірейік. Бұл дауысты дыбыс, себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, ауа еркін шығады. Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында ешбір кедергіге ұшырамай, ауа еркін шығады. Балалар, Ö әріпін өзің жіптен жасап көрсет. Ол өте оңай әрі қызықты. Ойлан тап және атауын жаз. Мына суреттегі сөздердің бірінші атауын табамыз, суретке назар аударамыз, одан кейін ол сөздерді дәптерге жазатын боламыз. Бірінші суретте, балалар, бұл не? Бұл бөрік. Екінші суретте, әрине, ол көйлек. Үшінші суретте өшіргіш. Төртінші суретте өрік. Балалар, осы суреттегі заттардың атын жазып үйренейік. Барлық заттардың атауында Ö дыбысы кездесетінін естен шығармайық. Олай болса, бірінші сөз көйлек, бөрік, өшіргіш, өрік. Дәптерге жазып алып, оның қалай жазылатынын есіңде сақта. Енді балалар, әліппедегі мына суретпен жұмыс жасайық. Бұл жерде қыз баланың суреті берілген, ол бір нәрсе тігіп отырған секілді, балалар. Яғни, бұл суретте өрмек тоқып отырған Айжан бейнеленген. Мына қызға ат беруге болады. Яғни, бұл жерде жасырылған сөз, балалар, өрмек. Өрмек, мынандай өру арқылы жасалады екен, балалар. Тоқу арқылы жасалады екен. Ал өрмек тоқу деген не? Өрмек тоқу дегеніміз, балалар, әртүрлі болады. Алаша, қап, басқұр, бау және шекпен тоқу үшін екі басы қазыққа керіліп иірілген жіп иіліп тұратын құрылғы. Яғни, мынаны өрмек тоқу үшін қолданатындай белгілі бір затқа иіліп тіркеліп тұрады екен. Бұл өрмек тоқудың, балалар, әртүрлі түрлері болады. Мінекей мынандай үлкен қып тоқиды, мынандай қып керіп қойып тоқиды, немесе жаңа біз бірінші өзіміздің әліппеде көрсеткендей, мынандай кішкентай затқа керіп қойып та тоқуға болады. Ең алдымен өрмек тоқу үшін астына бір өрнектің суретін салып аласыз, содан кейін жіппен өзінің құрылғысымен тоқитын боласыз. Енді түсінікті болған болса, бұл жерде көрсетілген өнерлі аналар туралы мәтінге назар аударайық. Өнерлі балалар. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті, әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар дейді, балалар. Яғни, біз мына жерде қанат, таңат, әсем, өмірбек туралы, өнерлі балалар туралы мәтінді оқыдық. Сөздерге назар аударайық. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Тамаша, енді мына жерде берілген жануарларға назар аударайық. Бұл түйенің баласы, яғни бота. Сиырдың баласы ол бұзау. Жылқының баласы ол құлын. Және қозы лақ. Бұларды біз
не деп атаймыз балаларын? Әрине, бұл төлдер. Мына жерде жасалған сөз төлдер. Әрі қарай келесі сабақты жалғастыру үшін мына жұмбақты бірге шешейік. Доп-домалақ сары, ішінде бар дәні. Қызығасын көріп, оның аты әрине өрік екен. Балалар, ө дыбысын әрі қарай оқуды жалғастырамыз. Өрік деген сөзде бірінші ө дыбысы кездеседі. Өрік деген сөзге сөйлем құрайық, балалар. Өздерің сөйлем құрап үйреніңдер. Мысалы, өрік сары түсті болады. Немесе өрік жемісі маған қатты ұнайды деген секілді сөйлемдерді құрастыруға болады екен. 74-ші сабақта берілген сөздерді менімен бірге оқы. Бірінші сөз өрік, өріс, өрік, өмір. Көлік, көмір, көкек. Көрме, көрпе, көрші. Салыстырып оқы. О, ө. Ор, өр, оң, өң, он, өн. Бол, бөл, жон, жөн, сол, сөл. Тол, төл, тос, төс, шол, шөл. Осы сөздерді салыстырып оқу арқылы балалар қай жерде о, қай жерде ө дыбысы келетінін ұмытпа. Жазған кезде оларды ажырата біл. Енді балалар ө дыбысынан басталатын немесе ө дыбысы қатысқан сөздерге назар аударайық. Мысалы, бұл жерде шөл, шөл дала деген кезде, яғни ө дыбысы шөл деген сөзде қолданылады. Шөл даланы білеміз, су жоқ, құрғақ жерді айтады. Келесі суретте бұл өрнек. Ою өрнек деген сөзде қолданылады. Бұл ою өрнектің әртүрлі түрлері бар. Мен ою өрнекті тоқыдым деген секілді сөйлемде қолданылады. Келесі сөз көл. Кішкентай сулы жерді көл деп атаймыз. Өрмек. Мына жердегі, мына өрмекші болса, мынау өрмек, яғни өрмек тоқып жатыр деген сөз. Және соңғы сөз өрт. Балалар, өрт өте қауіпті екенін естен шығармайық. Осы сөздерді мұқият қарап, сөздік қорында пайдалануды үйрен. Енді салыстырып айт, әрі қарай жалғастырайық. Мына жерде суреттер берілген, осы суреттердің атауын табу арқылы сөйлемді толықтырамыз. Көмір, қара, ал бор, ақ. Өрік, тәтті, ал лимон, қышқыл. Орын ауыстырылған сөйлемдерінен мәтін құрам. Мына жерде 4 сөйлем берілген, олардың орындары ауысып кеткен. Яғни біз реттілік бойынша табамыз. Бірінші сөйлем мынадан басталады бұл мәтін. Арқаңдағы не? Өркеш қой. Өркеш саған не үшін керек? Балалар мінсе құлап қалмас үшін. Балалар, өркеш қай жануарда болады? Әрине, ол түйеде болады. Түйенің үстіндегі үлкен болып көрініп тұратын дене мүшесі оның өркеші. Яғни бұл мәтін түйе туралы екен. Түйеге сұрақ қояды. Арқаңдағы не дейді? Ол өркеш қой дейді. Бала айтады, өркеш саған не керек деген кезде, балалар мінсе құлап қалмас үшін дейді. Яғни түйенің үстіндегі екі өркештің ортасына отырсаң, балалар құлап қалмайды екен. Енді соңғы тапсырманы орындайық. Бізде үшбұрыш, шеңбер және шаршы беріліпті. Бұларды біз бір сөзбен пішіндер деп атаймыз. Балалар, соңғы тапсырма дәптеріңе кім келді көрші деген сөйлемді әдемі етіп жаз. Ө дыбысының қай сөзде кездесіп тұрғанына назар аудар. Осымен 73-ші және 74-ші сабақта аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.